Қайырлы күн, қымбатты көрермен, Отпан Ньюс студиясында қоңыр әңгіме хабары. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев кешегі өткен ұлттық құрылтайдың 4-ші отырысындағы өз жолдауында еліміздегі діни ахуал мәселесін көтерген еді. Біз бүгін осы тақырып төңірегінде әңгіме өрбітетін боламыз. Ендеше бағдарлама қонағымен таныс болыңыздар. Маңғыстау облыстық дін істері басқармасының діни экстремизмнің алдын алуды ұйымдастыру бөлімінің басшысы Бақытгүл Мақсотқызы және облыстық теннис орталығының басшысы Ержан Қожаев. Қош келдіңіздер. Бақытгүл ханым, мен әңгімеміздің әліппесін жалпы еліміздегі қазіргі діни ахуалды қалай бағалайсыз деген сұрақтан бастап қойғым келіп отыр. Өз ойыңызды айтып өтсеңіз. Бүгінгі студияға қош келдік. Енді кешегі өткен құрылтайда елбасы үлкен мәселе көтерді. Бұл мәселе дін саласындағы тұрақтылық мәселесі бойынша. Қазіргі таңда сұрағыңыз бойынша Маңғыстау өңірінде діни ахуал тұрақты деп айтуға болады. Себебі осы сала бойынша әртүрлі критериялармен бағаланады тұрақтылық. Негізінен бірінші діни бірлестіктермен жұмыс. Бұл діни бірлестіктердің, бізде тіркелген діни бірлестіктер бар. Солардың қызметімен бағаланады. Одан кейін миссионерлік қызметтер, дін саласындағы діни қызмет және бірлестік туралы заңның бұзылушылығы бойынша осы қызметтерді, заңнаманы бұзуға байланысты діни тұрақтылық бағаланады. Қазіргі таңда біздің өңірімізде діни ахуал тұрақты. Жалпы діни экстремизм мен терроризмнің алдын алуға қатысты қандай жұмыстар атқарылып жатыр өңірімізде? Бұл сала бойынша енді арнайы бағдарлама, дін экстремизм терроризмге алдын алу бойынша арнайы бағдарлама бекітілген болатын президенттің жарлығымен. Одан кейін қазіргі кезде кешенді жоспарлар бекітілген. Бұл негізгі дін экстремизм алдын алу бойынша қазіргі таңда 3 негізгі бағыт бойынша жұмыс атқарылады. Бұл негізгі бірінші бағыт бұл ақпарат халыққа, тұрғындарға, жастарға дін экстремизмнің алдын алу, ұлттық құндылықтар, жат идеологияның ағымына еніп кетпеу бойынша түсіндіру жұмыстары. Бұл офлайн түрде өткізіледі. Яғни әрбір еңбек ұжымына, жастардың коллективтерінің барлығына барып, ақпараттық түсіндіру тобының мүшелері арнайы бекітілген өз бағытында ақпараттық түсіндірмелерін жасайды. Бұл көзбе-көз тәсілінде өткізіледі. Жыл сайын арнайы жоспар әкім орынбасарымен бекітіліп, сол сала бойынша бұл жерде тек ақпараттық түсіндіру саласы тек қана жастар, мұғалімдер емес, әртүрлі категория бойынша қамтылған. Бұл ерекшелігі ақпараттық түсіндіру тобының мүшелері тек дайын аудиторияларға бармайды. Бұл жерде автокөлік тұрақтарына, вахталық поселканың жұмысшыларына, еңбек мигранттарына, базар, ойын-сауық кешендеріне барлық жерге аралап жүріп, халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Бірінші бағыт бұл ақпараттық түсіндіру. Екінші бағыт бойынша ол әлеуметтік желілерге, қандай да бір қазіргі таңда біздің әлеуметтік желіде барлығы жастан кәріге дейін әлеуметтік желіде отырады ғой. Соған байланысты бүкіл ақпараттық материалдар әлеуметтік желіде таралуы керек болғандықтан ақпараттарды дайындап, өнімдерді оны сараптамадан өткізіп, әлеуметтік желіге таратып, оны халықтың қабылдауымен, тыңдауымен бағаланайды. Одан кейін үшінші бағыт біздердегі талдау бағыты және деструктивті діни идеологияға ұшырап кеткен азаматтарға көмек көрсету, оларды қоғамға бейімдеу, әлеуметтендіру, оңалту бағыты. Бұл сала өте күрделі сала. Алдыңғы екеуіне қарағанда бұл сол идеологияға санасы уланып, сол идеологияда жүрген азаматтардың, сол идеологияның жат ағымның қауіптілігін түсіндіре отырып, теологиялық түрде, психологиялық түрде, қоғамға әлеуметтендіру түрінде оңалту саласы. Жалпы бұл қаншалықты тиімді? Тиімді, тиімсіз деп бұл саланы енді деструктивті діни идеологияға кіріп кеткен адамның ол санамен жұмыс болып жатады. Мысалы, сізге түсіндіре өтетін болсақ, құрылысшы белгілі бір объектіні салу үшін бір жоспар құрылады. 2 жыл, 3 жыл деген сияқты да. Ол сол жоспарды бітіріп шығады. Ал санамен жұмыс деген өте үлкен ауқымды жұмыс. Бұл идеологияға кіріп кеткен өзім тәжірибемде, енді бір әйел адамды айтып кететін болсам, өз басыммен қылмыстық атқару жүйесінде бірнеше рет Руслан операциясы бойынша операциясына келген бүкіл 4 этаптағы әйел азаматтармен, олардың балаларымен Сириядан келген. Сириядан келген. Оларға талдау жүргізіп, түбегейлі сұхбат алып, нарративті талдау жүргізіп, және де осы қазіргі кезде деструктивті идеология ұшырап отқан балалар және олардың отбасы дейміз ғой, әйел адамдармен, ер адамдармен жұмыс жасаған кезде
өзім тәжірибемде 6 жыл дегенде бір азаматшаны дәстүрлі бағытқа оңалтып, оның балаларын да осы қатыгездік идеологиядан құтқаруға көмектескенімізді айтамын. Бұл тек қана бір адаммен 6 жыл бойы тек қана оңалту саласы емес, тек теологтар емес. Бұның психологиялық тұрғыдан бір отбасының, оның әлеуметтендіру, олардың баласын қоғамға бейімдеу, оларды мектепке орналастыру, мектепке, мысалы білесіз, олардың жат идеологияға кірген балалардың өздерінің қапаста қалған психологиясы болады. Араласуға болмайды, мектептегі пәндерге қатысты да іріктеулер болады. Көп мысалы мына сол 6 жыл бойы жұмыс жасаған азаматшаның қызы 9 сынып оқитын еді. Мен жұмыс жасаған кезде 8 сынып болса, 9 сынып оқыған кезде бір психологиялық тренинг жұмыс жасап жатқан кезде мен айтқан болатын: сіз маған үйдің суретін салып беріңізші, үйдің айналасында не болады деп. Сол кезде уақыт бердім, кішкенен соң жылап отырғанын байқадым. Сіз неге жылап отырсыз деп сұрадым. Сол кезде мен сурет сала алмаймын дейді. 9 оқитын қыз. Ол қалай болған десем, себебі менің анам мектепте бұл сабаққа қатысуға тыйым салды. Және маған міндет сурет салсам маған болмайды деп, мен сурет салуды, билеуді өте жақсы көретін, қоғамдық жұмыстарға араласқым келетін дейді. Алайда мені үйде ол ұрып соғатын дейді. Сонда сол себепті екінші баласы спортқа жақын екен. Спортқа қатысып, жеңімпаз болғысы келген, чемпион болғысы келген. Алайда оны анасы осы қысып ұстап, осы жат идеологиямен, қоғаммен араластырмауға тырысып, баланы алшақтай берген. Осы идеологиядан шыққан кезде бала да, қыз да өздерінің келіп рахметтерін айтты. Біздерді қазір анамыз ұрып соқпайды, бізді көп балағаттамайды. Қазір мамамызда осы идеологиясын алшақтағаннан кейін біздің жүзімізге күлкі үйіріле бастады деп, балалардың жылап айтқан сәті есімде де. Күлкі үйіріле бастады. Біздер бірге отырып әңгіме айтатын болдық депті. Қазір мен ММА деген спорт түріне барып жүрім. Апам менің қазір биге қатысып жүр, жастардың билейтін биіне қатысып жүр. Қазіргі таңда біздің енді идеологияның құрсауынан шыққан адамның сұлбасын көреміз. Бұл тағдыр тек қана бір отбасындағы тағдыр емес, ол бірнеше отбасындағы тағдырда. Біз тек көмек көрсеткен ол бірнеше отбасы болатын болса, көмек сұрауға жүгінбеген отбасылар қаншама. Бұл кісі біз оны барып, сіз осындайсыз деп енді біз айта алмаймыз жат ағымның идеологиясына. Алайда ол кісілердің ата-аналары, туыстары көмек сұрағаннан кейін бұл көмек, бұл оңалту тәсілі жүргізіледі. Сол себептен де оңалту тәсілі өте тиімді. Себебі бір адамның тағдыры, бір баланың тағдыры, ол үлкен жауапкершілікті. Ол жауапкершілікті біз мойнымызға алғаннан кейін біз енді Құдай емеспіз. Алайда маман ретінде бұл отбасыларға барынша көмек көрсетуге тырысамыз да. Түсінікті. Ереке, сіздің ойыңызды білгіміз келіп отыр. Жалпы жаңа Бақытгүл ханым айтып кетті, балалармен жұмыс жасағанын. Жалпы жастардың бұл теріс діни идеологияға еріп кетуінің басты себебі қандай деп ойлайсыз? Басты себебі деген ол ең бірінші отбасында проблема ғой. Ол әке-шешеден басталады, тәрбие деген. Біз деген енді шын айтсақ, көп ата-аналар дінге келсек, бізде ілім жоқ, информация жоқ қой. Мана айтып кеткенде үйдегі апамыз айтып кеткенде әке-шешенің мәмілесі, сыртқы ілімдігі, білімдігі жоқ болғаннан кейін информация. Содан кейін ограничить етіп қойды баласын деген. Шектеу қойды. Айтып отқандай программа бар, бәрі интернет желіде ғой. Көбінесе қарайтынды да осы, ол өтірік емес. Көп нәрсе информация алатын, сол интернет желісінен аламыз. Сол кезде айтып кеткенде жақсы программа шығарып жатыр ғой. Соған көрсетіп жатыр жаймен. Жақсы, түсінікті. Ереке, сөзіңізді бөлгенді айып етпессіз, бірақ сізге мына сұрақ қойғым келіп отыр. Осы тұрғыдан алғанда еліміздегі спорт саласын теріс ағым өкілдері қаптап кеткендігі айтылады. Бұны сіз де естіген шығарсыз. Осы қаншалықты рас? Жалпы ол әңгіме біраз көтерілді. Ағаларымызда, депутат ағаларымызда көтеріп отқан, жалпы бар ондай проблема, ол өтірік емес. Енді ол да сол ар жағы түбіне қарағанда бапкерлердің жұмысы негізі. Спортшы келгенде бапкердің біраз информированный болған жақсы деймін. Жалпы бізде енді қазір Аллахтың қалауымен
Маңғыстау облысы бойынша діни басқармасымен бірге жұмыс жасап жатырық. Және бір ай сайын, квартал сайын мәміле жүргіземіз. Дұрыс ағымына теологтар келеді бізге жұмыс жасап. Дінтанушылар келіп, спортшылармен мәміле, сосын дұрыс бұрысын айтып кетеді. Бұл жай ғана информация, ол керек спортшыға. Және де біздің бапкерлер бар, бапкерлермен де мәміле, бапкерлермен де кездесу сөйлесіп, ертең сол бапкерлер біздің жас спортшыларымызға ары қарай тәрбие беретін солар. Жақсы түсінікті. Енді алдағы уақытта спортшыларды радикалды идеологиядан қорғау үшін қандай шаралар атқарылуы мүмкін? Жалпы айтып кеткендей, көбірек кездесу. Жалпы енді мен ойлаймын, әр спорт школда осындай біз діни басқармасымен бірге қосылып, жандай мәмілелер, кездесулер өткізіп, осыдан бастаймыз деп, және де интернет желісі көп қарайды ғой. Содан да бір программалар бар, бейне роликтер бар, сонда бір дұрыс ағымға, дұрыс жолда жүру деген сияқты. Және де енді ең бірінші біздің құндылығымыз ол өзіміздің ұлтымыздың тәрбие және келе жатқан рух дейді ғой. Соны жоғалтпау керекпіз. Негізі ең басты құндылық сол ғой, адам болып қалу бұл өмірге келгенде. Жақсы, Бақытгүл ханым, сіз қалай ойлайсыз? Енді әлеуметтік желілердің радикалды идеологияны таратудағы рөлі қандай? Мен Ержан мырзаның алдыңғы сұраққа қоса кететін еді. Өз басым осы қылмыстық атқару жүйесінде экстремизм бойынша сотталған азаматтармен олардың радикалды идеологияға кіріп кету себебін зерттеген болатын 2019 жылы. Енді ол кісілер сол түсіндіру жұмыстары, енді сұхбат басында ол кісі осы идеологияға кіріп кеткен себебін түсіндіріп, анықтау мақсатында мынандай мәселені айтқан болатын. Біздің кезімізде университетке келіп, жұмыс орнымызға келіп, автотұраққа келіп, сауда орындарына келіп, жүргізіп осындай ненің қай діни бағыттың дұрыс екендігін, қай діни бағыттың дұрыс емес екендігін, дәстүрлі бағытымыздың Абу Ханифа екендігін, немесе христиандық бағыттардың барлығын келіп бізге түсіндірген жоқ. Экстремизм дегеніміз не, терроризм дегеніміз не, Қазақстанның зайырлы мемлекет екенін, зайырлы мемлекетте діндар және дінсіз адамдар өмір сүретіндігін, жалпы дін мемлекеттен ажыратылғандығы туралы мүлдем бізге түсіндірілген жоқ. Соның себептерінен бізге ақпарат дұрыс жетпегендіктен біз осындай адасушылыққа тап болып, түбінде осы жерде отырмыз. Сол себептен де менің ұсыным мемлекет тарапынан осындай жұмыстар қалдырылмаса екен, осындай жұмыстар түсіндіріле берсе екен, әйтеуір тамшыдай ақпарат, бұл ақпаратты адамға пайдасы болады деп өзінің өтінішін білдірген болатын. Бұл ақпараттық түсіндіру жұмыстары ол ешқашанда тоқтатылмайды, себебі біз бұл салада тек қана ақпаратпен ұтамыз. Таза, сапалы ақпараттық түсіндіру жұмысы арқылы әрбір аудиторияға барған кезде сапалы ақпарат беру арқылы біз жат ағымға еніп кетудің алдын ала аламыз. Сол үшін де спорт саласында жүрген азаматтарымызға да ақпараттың дұрыс енбеуі, немесе еліктеушілік, әлеуметтік желіден ақпарат алу. Қазіргі таңда сіздің қазіргі сұрағыңыз бойынша әлеуметтік желіден ақпаратты қаншалықты алу деп отырсыз? Жалпы діни радикалды идеология ақпараттық желі арқылы жүргізіле ме? Иә, діни идеология енді діни ақпаратты алып отырған, қандай контенттен алып отыр, соның барлығы бізде талданады. Талданғаннан кейін бұл ақпараттар қай источник дейміз ғой, негізгі түбі қай жерден келіп жатыр? Бұл шетелден келіп жатыр ма, әлде негізгі біздің отандық адамдар ақпарат беріп жатыр ма деген осы екі салада әрі қарай біздің өңіріміздегі тұрғындар осы деструктивті діни ағымның ақпараттың ішінде қандай материалдарды көп қолданады? Видео ма, аудио ма, немесе ол текстовой материал ма, бұның барлығы талданады. Алайда қазіргі таңда әлеуметтік желі дейтін сүзгі адамның, президентіміздің де тапсырмасы, әрбір адамның сүзгісі өзінің ішінде болу керек. Біз ақпаратты адамға беруіміз керек. Бірақ сүзгі сұрып та өз ішінде болу керек. Сұрып басында болу керек. Ол сүзгі болып, ол өзінің айналасына, отбасына, сондықтан да әрбір ақпаратты тосқауыл қою, оны бұғаттау. Ол үшін иммунитет керек қой. Бұғаттау мәселесі жүріп жатыр күнделікті. Қай сала болмасында, құқық қорғау саласында да жүріп жатыр. Біздің саламызда ақпараттық министрлік тарапынан да жүріп жатыр. Дін істер басқармасының тарапынан да жүріп. Алайда бұл мәселе мынандай. Бүгін біз осы
материалды бұғаттағанмен де бір тек несін ауыстырып, әрбін ауыстырып, келесі ол екінші материал болып шыға береді. Сондықтан да бұғаттаудың да өзінің мәселесі өте көп процесс ол. Арнайы оны дәлелдеу керек, мамандар отыру керек, отырып бәрі дәлелдейді. Қолданушылардың саны өте көпті. Өте көп болу себебі мана ақпараттық сүзгі болмағандықтан әркім намаз оқып үйренейін дейді де, оны орысша, қазақша текстті әлеуметтік желіге жазып жібереді. Ол қандай да бір программа сайттарға кіріп кетеді. Сонымен қатар қазіргі таңда телеграм каналдар шықты. Телеграм каналда өте оңай ақпаратқа қол жеткізуге болады, деструктивті идеологияны. Сол себептен де бұл әлеуметтік майдан болып тұрды біздің тарапымыздан қазіргі. Біз қаншалықты материал дайындағанмен де бұл әлеуметтік желіге тосқауыл қою мәселесі өте күрделі болып тұр. Сол себептен де біздің қазіргі таңда түсінікті. Бақытгүл ханым, сізге қарап отырмын. Үстіңізде қазақи киім киіп келген екенсіз, керемет. Мысалы, ертең Ақтауда 22 наурыз күні, қателеспесем, 5000 адам ұлттық киіммен Гиннестің рекордтар кітабына енуді жоспарлап отыр. Осы тұрғыда менің қойғым келіп отырған сұрақ, жалпы қазір бет-жүзін тұмшалап қара орамал тағатындарға қатысты заңмен тыйым салынуы мүмкін бе? Алда қандай шаралар атқарылуы мүмкін осыған қатысты? Осы мәселе бізде ақпараттық түсіндіру жұмыстары бұл еркін форматта өтеді ғой. Халықтың тарапынан түсіндіру жұмыстары кезінде осындай бірнеше сұрақтар келіп түскен болатын. Ол енді 16 жылдан бері келіп жатыр. Неге осы тұмшаланып жүргендерге тыйым салынбайды? Қазір даже көлік айдалып келе жатқан адамның ар жағында ол әйел адам ба, ер адам ба? Оны байқау мүмкін емес. Немесе қауіпсіздік мақсатында да мектепке де барып балаларын апарып жатады. Бұның қандай әрекетпен апарып жатыр? Адамға бір қауіптілік тудырады деген мәселені айтып келе жатыр. Сол себептен де біз әрбір ақпараттық түсіндіру тобынан келген сұрақтарды арнайы сауал сұрақ ретінде министрлікке міндетті түрде жолдаймыз. Біздің тарапымыздан дәстүрлі ұлттық өнерлер, ұлттық киімдерді біз дәріптеудеміз. Қазір өзіңіздің айтып отырған Гиннестер рекордтар кітабына кіреміз. Негізі қазақ киімі өте әдемі, ыңғайлы киім. Біз көбінесе осы мешіт жамағаттарындағы әйелдерге, деструктивті діни ағымға ұшырап кеткен әйелдерге ұлттық киімдерді арқылы ақшыл түс кию, дәстүрлі құндылықтарды дәріптеуге қатысты нелер айтамыз да, енді уағыз насихаттар айтып жүреміз. Сол себепті фанаттық идеология деген бар. Мен өзім студенттермен талдау жұмыстарын жүргіздім. Хиджаб киетін студенттер бар. Қара қазіргі кезде дәстүрлі бағытты ұстап жүрсе де, бастан аяқ қара орамал тартып, қара үлгіде жүретін қыздар бар да. Сол кезде тренинг жасатқан кезде сұхбат жасап мен сұраймын, қыздар, сіздер діндарсыздар ма? Енді яғни намаз оқисыздар ма деп. Жоқ дейді. Қалай сонда? Сіз мынандай киім үлгімен жүрсіз ғой деймін да. Жоқ, енді біздер мода ғой дейді. Тренд қой дейді. Қазір әлеуметтік желіде блогерлер бар дейді. Олар сөйтіп киінеді дейді. TikTokта олар дейтін стримдер жүргізеді дейді. Біз соларға ұқсап жүргіміз келіп мода қуып жүрдік дейді. Сондай да мәселелер бар екен. Тек мана орамал тағып киіп алғандарының барлығы намаз оқиды деген жастардың арасында не жоқ екен. Модаға қуалап жүрген жастар бар екені де анықталды. Сіз мешітке барасыз, намаз оқуды қайдан үйрендіңіз? Кім сіздің ұстазыңыз? Қандай кітап арқылы үйрендіңіз? Мен мүлдем мешітке барып көрген жоқпын дейді. Ақпаратты қайдан сіз алып жатсыз деп сұрайды. Көбінесе ата-аналары қыздардың орамал таққанына қарсы болады. Көбі енді орамал таққанына қарсы болып, ата-аналар рұқсат бермей жатады деп студент қыздар айтады. Студент университеттің не үшін? Оның да бір қорқынышты бар да ата-аналардың. Манадай орамал тақтым деп ақпаратты дұрыс источниктен алмай, дұрыс көзден алмай, ол мешіттен алмай, мешіт ұстаздарынан алмай, дұрыс мана рұқсат етілген сайттардан алмай, теріс сайттарға кіріп, қате ақпарат алып, қате ақпаратпен уланып, ол уланудың дәрежесі өзіңіз білесіз, ең шыңы террористік белсенді аймақтарға біздің өңірдегі азаматтардың кетіп қалуы да, Сирия, Ирак аймақтарына кетіп қалуы болды. Сол себептен де біздерде қазіргі таңда манағы ата-аналарымыз қорқатты, ал жастарымыз мода қуалайды. Түсінікті. Ереке, алып қосарыңыздар ма? Енді жаңа айтып кеткендей, ол да бар. Біз деген жастарымыз деген еліктеуіш қой, жаңағындай айтып отқанда жаңа TikTok деген, ол деген біраз жастардың миыларын улаған.
жаңағы біздің ең бірінші проблема осы телефон ғой, интернет жүйесі. Содан уланып қалады. Яғни идеология қазір әлеуметтік желі арқылы жүргізіліп жатыр. Дәл өзі көбі деген осы әлеуметтік желі арқылы Сирияға кеткендер көп, ағайын бауырларымыз бар, мысалы қазақтың балалары, қазақтың қыздары деген. Ар жағына барғанда өкініп келеді, көріп келгенде, ол ешқандай мүлдем ондай емес та. Сол үшін деген жаңа айтып кеткендей, жаңа бақылау болу керек, тәртіп болу керек. Тәртіп бар жерде, бір жерде береке де бар, дұрыс ағым да бар, дұрыс жол да бар деген сияқты. Жалпы сол басқа мәселе. Дінге келсек, дін ол ислам дін деген ол бейбітшілік. Жаңағы бет жүзін тұмшалайтындарға қатысты сауал қойдық қой Бақытгүл ханымға. Сіздің мысалы спорт саласында, енді өзім бұрын каратэмен шұғылдандым дедіңіз, Сауд Арабиясында болдым дедіңіз. Сіздің қол астыңызда спортшылар болды ма, сақалы қойып, балағын қысқартып келетін? Жалпы Сауд Арабиясына келсек, мысалы мен дәл білдікіндей жанында айтып отыр ғой, ондай станым жоқ. Намазын оқиды. Жақта фанатизм, радикализм жоқ. Ондай жоқ. Енді өтірік айтпай қойын, мен көрген жоқпын ондайды. Емін-еркін, кәдімгі бізде өмір сүріп отырдық қой, әдемі солай өмір сүреді, бірақ намазын оқып, ешқандай жандай фанатизм аппаратындай жоқ. Ол бізде мынақта біреуге еліктеп дегенде апам айтқандай, еліктеп кетеді, қарап кетеді, соған мысалы деген, соған қарап, жандай мода дейді ғой, мода құрып алғандар бар саласында. Негізі ислам діні ол деген бейбітшілік. Ислам діні ол көркем мінез. Осылай болу керек бұл дін деген. Қалған ары қарай жаңа біздің жастарымыз еліктегіш қой. Соны еліктеп кетіп, осындай разногласия дейді, жаңа бір түсінбеушіліктер болып болады осындай кезде. Жалпы Сауди елінде енді айта алмаймын, қатты ұстаным қатты деп, бірақ Құдайға шүкір өзінің дәстүрі бар, өздерінің жаңа ұстанатын діні бар. Шүкір, ондай қатталып баратқанда бір уайымдайтын зат жоқ. Рахмет, түсіндім. Бақытгүл ханым, бүгінгі хабарымызды қорытындылайтын бір сөз күтсек өзіңізден, сөз айтсаңыз. Мемлекеттік дін саласындағы саясатты жүзеге асыру бойынша 10 жылдан астам қызмет атқарып келе жатырмын. Осы сол кезде енді жалпы осы түйгенім, осы жат ағымнан қалай күресу керек, қалай біз жастарымыз аман есен сақтап қалуымыз керек, ол үшін қоғам не істеу керек, адам не істеу керек, мемлекет не істеу керек, әрбір азамат не істеу керек деген мәселе бізді де алаңдатты. Сол салада бірнеше зерттеулер жүргіздік. Қорыта келгенде әрбір отбасындағы әкенің рөлін атқарып, ананың рөлін атқарса, балаларына тәрбие беретін болса, ақпараттардың барлығын орынды жерлерден алатын болса, басты ұлттық құндылығымызды, мәдениетімізді, тарихымызды, білім алуын қамтамасыз ететін болса, балаға ол үлкен болашағына үлкен бір не береді, серпін береді. Көп бағытта осы институтпен жұмыс жасаған кезде осыны мен аңғардым. Сол себептен де барған жерге бірнеше мен енді 2000-дай адаммен жұмыс жасағасын, бұрыннан жас балалармен де, кәмелетке толмағанмен де, террорист белсенді аймақтар келгенде барлығында осы тұста ақсап тұратын көрдім. Кім отбасында әкенің тәрбиесін, ананың жылулығын сезініп, ата тәрбиесін, әже тәрбиесін көретін болса, құрмет дегенді не сезінетін болатын болса, ол отбасында өскен бала жаман болмайды. Және ол ондай отбасында өсіп, деструктивті ағымға кетіп қалған жағдайда да оны оңалтып, қалыпты өмір сүру жағдайына келтіруге мүмкіндік бар. Себебі оның өмірінде отбасы деген құндылық бар да. Сол себептен де бастысы біз оңалту дәрежесінде қараған кезде, бағалаған кезде осы нәрсеге қатты мән береміз. Кімнің отбасы бар, әке шешесі, ата-анасы, туыстары бар, сол адамдар біздерге көп мүмкіндік береді. Осы адамды біз оңалтуға болады деген тұжырымдаймызды. Сол себептен де бастысы баламызды мектеп оқытады, балабақша оқытады, колледж оқытады демей, Алла Тағала бізге Алланың аманаты ғой берген. Және неке және отбасы туралы заңда баланың тәрбиесіне ата-ана деген білім алуына. Сол себептен де осы біздегі жауапкершіліктен біз қашпауымыз керек. Баланы басқа біреуге сеніп тапсырмауымыз керек. Баламен сөйлесуіміз керек. Баланың қандай да бір жағдайда оған сырт айналмауымыз керек. Бәріміз де анамыз, бәріміз де бірнеше бала өсіріп отырмыз. Осы салада мен қатты алаңдаймын, өте қатты алаңдаймын.
мектепке барғанда да балалардың сұрақтарын көріп, олардың сырт келбетін көріп, көшеде жүрген кезде де қарап жүреміз да көзіміз осы балаларға түседі ғой. Сондықтан да енді құрметті біздің өңіріміздің ер азаматтарымен аналар, алқазыларымыз бар. Осы мәселе тек қана біздің дін істер басқармасының мәселесі емес. Көпшілік ойнайды, бала деструктивті, жастар деструктивті ағымға түсіп кетті ма, дін істері басқармасы және оны орталық айналсын деп. Ол проблема қазіргі таңда көтеріліп жатқан, президентіміздің өзі көтеріп жатқанда, ол үлкен мәселе, қоғамдық мәселе. Сондықтан да қоғам болып атсалысуға шақырамын. Жақсы, түсінікті. Бақытгүл ханым, бүгін студиямызға келіп арнайы сұхбат бергендеріңізге мың алғыс. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Ендеше қоңыр әңгіменің келесі санында жолыққанша сау, саламатта болыңыздар.